Ауған соғысы Кеңес одағы тұсындағы тарихтың ең қайғылы беттерінің бірі. 1979 жылы 12 желтоқсанда Кеңес одағы басшыларының шағын тобы Ауғанстанға кеңес әскерін енгізу туралы шешім қабылдады. Сөйтіп, 1979 жылы 27 желтоқсанда КСРО әскерлері Ауғанстан шекарасынан өтіп, онда 1989 жылдың 15 ақпанына дейін соғыс қимылдарын жүргізді. Құрметті отандаштар, ауған соғыс ардагерлері, бауырларым. Ауған соғысы біткені міне 32 жыл болды. Сол тоймен сендерді құттықтаймын. Мықты денсаулық тілеймін барлықтарыңа, ұзақ бақытты өмір тілеймін. Бастарыңа амандық, шаңырақтарыңа қуаныш, жақсылық тілеймін. Бала-шағаларың қызығын көріңдер, нәсіпті болыңдар. Сол ауғанда талай досты жерледік. Қарлышынға күн-түн демей өрледік. Сұрапылда ерледік те шерледік. Намыстуын қолдан бірақ бермедік. 15 февраля 1989 года последние советские войска покинули государство Афганистан. Так закончилась десятилетняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. Казахстанцы участвовали в афганском военном конфликте в составе советского военного контингента. И понятно, что День вывода войск из Афганистана – это и праздник афганцев-ветеранов, и День памяти и скорби о всех погибших воинах-интернационалистах. Ұмыт болған, ұмыт қалған жоқ ешкім, ешбір адам ұмытпайтын мәңгесім. Ұрпақ ұшқын тозбай тұғын бітпейтін, ардагерлер естелік соғыс. Желбіреп тұрған байрағы, тәуелсіздіктің айғағы, қаншама елдің аударған назары. Бақытың бастан таймады, бұзылмай елдің қаймағы, күн өткен сайын жайнады қазағым. Туған ел, шарықта қамықпа, қырандай қалықта ұлы ел. Шарықта қамықпа, қырандай қалықта. Қажылық тапқан анасы, ақиқат айтқан данасы, қазақы жұртым қадірлі қаймамнан. Ураған жердей бабасы, тәуелсіз елдің баласы, шырқап жүр бүгін қарашы сайрабан. Туған ел, шарықта қамықпа, қырандай қалықта ұлы ел. Шарықта қамықпа, қырандай қалықта.
Пришел приказ, и по приказу мы встаем, взяв АКМ. Садимся ночью в самолет тот ранний час, когда земля вокруг спала в Афганистан. Приказом воли занесла Афганистан. Красивый горный дикий край, приказ простой: вставай, иди и умирай. Но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно. Мой друг упал, лицо красивое, крови он умирал. Вдали от родины земли смотрел с надеждой. Голубые небеса и все шептал: прекрасен наш Афганистан, Афганистан. Красивый горный дикий край, приказ простой: вставай, иди и умирай. Но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести полно. Афганистан. Грохочет где-то пулемет. Афганистан. Вчера погиб мальчишек взвод, их командир. Когда на белый снег упал Россия, мать, он перед смертью прошептал: Афганистан. Красивый горный дикий край, приказ простой: вставай, иди и умирай. Но как же так? Ведь на земле весна давно, а сердце режет. Мечты и горести. Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на веселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле. Бою. Мало кто остался светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю. В строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Теперь воля вольная. С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Отвыкай.